бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Осы мақалған ақыл сөзге мысал ретінде біз қазіргі мемлекетіміздің тәуелсіздігін негізге ала отырып мысал келтіруге болады. Қазақ халқы, жалпы қазақ хандығы қалай құрылды? Яғни бізде қазақ даласында отырып жүрген қазақ халқы бірлікпен, мықты бірлікпен ынтымақтың арқасында осындай деңгейге жеткеніміз анық. Яғни бізде ең бірінші қазақ хандығын құрған біз білеміз барлығымыз Керей мен Жәнібек хан болатын не қалды? Яғни бұның барлығы бірлік пен ынтымақтың арқасында. Біз бүгінгі сабағымыз бастамас бұрын кішкене көңіл күй, жақсы көңіл күймен бастайық, жақсы ахуал қалыптастырып алайық сабаққа. Біз бүгін үйім жылымыз, біз көңіліміз, біз біліміміз, біз таланттымыз, біз белсендіміз, біз достымыз, біз дайынбыз, біз дайынбыз. Керемет. Так, балдар, үй тапсырмасы бойынша өтілген сабақты қайталаймыз. Яғни бізде бірінші сұрақ. Апаймен жауап бересіз. Апаймен жауап. 1930 жылы. Геология терминін кім және қай кезеңде ұсынған дейді? 1930 жылы. 1930 жылы жолдаш. Қабылдаймыз ба? Керемет. Келесі сұрақ бізде не жауап береді? Геология ғылымының қазіргі кезеңдегі маңызы неде? Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және табиғи антропогендік өзгерістерді болжамды. Келесі сұраққа. Геоэкологиялық зерттеулер қандай бағыттарды қамтиды? Келесі топтар. Геоэкологиялық зерттеулер қандай бағыттарды қамтиды? Экологиялық жақтарды, ресурстарды сол бағыттар бойынша зерттейді. Апай топ тұрмаңыз ба? Димаш топ тұрмаңыз ба? Келесі. Жер бедері, климат, су, топырақ келесі сұрақ. Геоэкологиялық жоспарлау деген не? Геоэкологиялық жоспарлау дегеніміз не? Табиғатты пайдалану, қоршаған ортаны ластанудан сақтау деген негіздерінде жоспарлау дейді. Яғни табиғатты пайдалануды дұрыс жоспарлау, келесі. Геоэкологиялық жоспарлау жасауда қандай кезеңдер ескеріледі? Геоэкологиялық болжаулар жасауда қандай кезеңдер ескеріледі? Жансая. Өткен өзгерістер қазіргі жағдай болашаққа қамтиды. Яғни өткен кезеңдер мен болашаққа қарай экологиялық болжаулар жасауды қамтиды. Рефлексиялық әлеуетті бағалауға қатысты зерттеулерді сипатта дейді. Климаттық қолайсыз ландшафттар, Туризм мен демалыс орындарын орналастыру мен дамытуды негізінде бағытталады. Керемет, жарайсыздар. Келесі. Яғни, балдар біз жаңа сабақты бастамас бұрын суреттер сыры әдісі арқылы жаңа сабағымыздың тақырыбын анықтап алайық. Яғни бізде мына жерде қандай суреттер бейнеленген? Табиғи ағаштар. Яғни бірінші суретке қарап біз нені анықтауға болады? ауаның ластануы, экологияға зиян келтіруі. Қазіргі кезеңдегі өнеркәсіп орындарының жұмыс істеу барысындағы ауаға тарап жатқан қанша газдарды білуге болады. Мына жерденше, екінші суреттенше, балдар. Димаш, айта ғой. Яғни біз нені аңғарып тұрмыз екінші суретте не білдіріп тұр? Яғни екінші суретте не аңғарып тұрмыз? Яғни ормандардың өртенуі, яғни ормандардың өртенуі арқылы жойылып жатыр. Ал үшінші сурет неше? Үшінші суретте ұшақтан шыққан
Ошақтан судың несі. Мына әуеде ұшып жүрген қаншама ұшақтардың ауаға барып жатқан улы газдар. Солай ма балалар? Төртінші суреттен не аңғарды? Жанарда орнатылуы, яғни тағыстағы орналуы солай ма? Ол кезеңдерде де не болады екен? Табиғи үлкен, табиғи апатқа келіп соғады екен, Болып жатқан аймақтар металлизады. дұрыс айтасыздар. Енді осы бейнелерге қарап отырып біз бүгінгі сабағымызды тақырыбын қандай болмақ деп ойлаймыз? Табиғи апаттар. Жоқ, табиғи және қолдан жасалған апат. Яғни қазіргі жалпы барлық географиялық табыттың ластануына байланысты бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геосфералардың ластануы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геосфералардың ластануы. Сабақ бастамасының ішіне бейнероликті көріп жіберейік. Ластануның негізгі себептерінен көлік пен жанармайдың шығуы жатады. Ластаушы газдар бұдан да кейін тарайтын зиян келтіреді. Олар химиялық реакцияға түсіп, қосымша зиян тудыратын тұмшақ пен қышқылды жауып төзеді. Күкірт диоксиді мен азот оксидтері секілді газдар жанғыш сумен әрекеттесіп, оны қышқылды жауынға айналдырады. Қышқылды жауындар өзендерді ластап, балықтарға зиян келтіріп, түрлерді тіршілік ету орталарынан көшіріп, экожүйеге орасан зор зақым келтіреді. Көліктер мен өнеркәсіпте бөлінетін азот оксидтері сияқты химиялық өнімдер күн жарығымен әрекеттескенде жер бетіндегі тұмандарға ұқсас фотохимиялық тұмшалар түседі. Құрамында азот секілді зиянды заттардың қоспасы бар мұндай тұмшалар өндіріс газдарына қарағанда адамдарға көбірек зиян тигізеді. Болашақта халық санының өсуіне және жанармайдың көбірек жағуына байланысты ауа одан да қатты ластануы мүмкін. Егер біз қоршаған ортамызды мәңгіге ластанудан сақтағымыз келсе, шұғыл түрде экологиялық таза отын түрлері мен энергия көздерін дамытуымыз қажет. Жақсы. Алдар біз бұл бейнероликте не байқадық? Не жайында айтылған екен? Қазіргі? Яғни экологияның ластануы неге байланысты болып жатыр екен қазіргі? Яғни күнделікті өмірдегі антропогендік іс-әрекеттер. Так, бірінші бізде топтық тапсырмадан бастаймыз. Мына жерде бізге бірнеше есік берілген, солай ма? Яғни осы әрбір есікті тапсырманы есікті ашу арқылы біз тапсырмаларды орындаймыз. Яғни біз бірінші топ сіздерге тапсырма. Яғни Ластану орналасуы мен мерзіміне қарай қалай бөлінеді? Оларды сипаттаңдар. Екінші, Экологиялық жағдайдың қалыптасуының басты факторларын атаңдар. Ластану түрлерінің жарамсыздығын сипаттаңдар. бірлесіп орындаймыз тапсырманы. Бізге тапсырма Қытай мен Қазақстандағы экологиялық мәселелерді салыстырып сипаттаңыздар дейді. Кесте болды. Ластану орналасуы мен мерзіміне қарай бөлінеді. Оларды сипаттаңдар. Ластану орналасуына қарай екіге бөлінеді. Тұрақты және мобильді. Ал мерзіміне қарай тағы екіге бөлінеді. Бастапқы және қосарланған еді. Ластану мерзіміне қарай бастапқы яғни қоршаған ортаға тікелей түсу мүмкін немесе екінші қайтара қоршаған ортадағы
оқиғалы қақтығыстардың да әрекеттесу нәтижесінде болуы мүмкін. Яғни ластану орналасуы мерзіміне қарай. Ластану көзі орналасуына қарай бағана атап өткендей тұрақты және мобильді болып келеді. Тұрақты яғни ол өндіріс орындары жатады, ал мобильдіге көлік құралдары жатады. Мысалы, бағанағы ластану мерзіміне қарай ол екі ибірлет деп атап өткендей бастапқыдан қосарланған. Оған мысал келтіретін болсақ, су қоймалардан, тыңайтқыштардан шоғырланған тұз түсуі және басқа да келтіруге болады. Бар ма тағы қосамыз? Ластану көздер орналасуына тұрақты өндіріс орындары және мобильді көлік Так, жарайды. Так, келесі топ бізде. Үшінші топ. Так, бізге берген тапсырма. Қытай мен Қазақстандағы экологиялық мәселелерді салыстырып, сипаттаңыздар. Тыңдаймыз. Қытайдың экологиялық мәселелеріне ауаның суының және топырақтың ластануы бұл проблемалар өндіріспен көмірді көп пайдаланудан туындайды. Қазақстанда ауаның ластануы Яғни өнеркәсіп орындарының көбеюіне байланысты, халық санының көбеюіне байланысты, күнделікті тұтынатын тұрмыстық қалдықтардың көбеюіне байланысты, айта бер. Екі елде ауаның суының ластануы байқалады, ормандардың азаюы мен жердің тозуы ортақ проблема. Яғни бұлардың шешу жолына ұсыныстарыңыз бар ма? Яғни осындай экологиялық проблемалардың, дағдарыстардың күшеюіне шешу жолдарына қандай ұсыныс айтар едіңіздер? Яғни қоқыстардың қазіргі таңда қандай технология бар қоқыстарға қайта өңдеу, яғни қалдықсыз технология қолға алынып жатқан балдар. Яғни қоқыстан да түрлі бұйымдар, заттар шығарып қолданысқа ие болады. Шығаруға болады, жасауға болады. Жақсы, отырамыз. Тамаша, керемет жарайсыңдар. Қазір күте тұрайын, басқа топтар дайын тұрасыңдар. Қытай мен Қазақстандағы экологиялық мәселелерді салыстырып сипаттаңдар дейді. Яғни топтық тапсырмалар бірлесіп отырып, сіз орындаймыздарыңыз бірге. Жылдамдатамыз, тез-тез. бізде экологиялық жағдайды қалыптасудың басты факторлары қатарында экологиялық жағдайдың басты факторлары атмосфералық ластану, гидросфералық ластану, литосфералық ластану болып келеді. Экологиялық жағдайлардың қалыптасуының басты факторлары антропогендік адам іс-әрекетінен және табиғи факторлар жатады. Қорытындылай келе экологиялық жағдайлардың нашарлауының негізгі себебі адам іс-әрекеттері. Адамдар өз қолымен сол апаттарды өздері жасап отыр. Яғни адам өз қол іс-әрекетінен әртүрлі экологиялық жағдайлардың қалыптасуын жасап
атмосфералық ластану. Гидросфералық ластану дегенді қалай түсінеміз сіздер? Су арқылы, мысалы, Бадам өзенінде де, қоқыстардың арқылы, яғни біздің жеріміздегі Бадам өзенінің ластануы. суын ластап, өзіне кері әсер беруге. Кері әсер. Арқылы қаншама ағындарға қосылып солай ластану. Яғни жалпы өзендердің бұдан өзендер арқылы теңіздердің суының ластануы әбден өмірге солар ішіндегі өсімдіктер жануарлар дүниесіне жойылуға деп салған. Тамаша, керемет, жарайсыңдар. Екінші топтың тапсырмасы, яғни экологиялық жағдайдың қалыптасуының басты факторларын атаңдар, ластану түрлерінің жаратылысын сипаттаңдар дейді. Тапсырма жұрттық тапсырма, мәтінмен танысамыз, мәтін арқылы тапсырманы орындаймыз. Яғни балдар бізде жұрттық тапсырмада мәтінді оқимыз, мәтіннен, яғни бізге тапсырма беріледі. Мәтіннен атмосфера ластану индексінің мәнін анықтаңыздар, ауа ластануының табиғатқа және адамдарға әсерін сипаттаңыздар дейді. Атмосфера ластануын азайту жолдарын ұсыныңыздар дейді. Яғни бірлесіп біз жұрттасып осы тапсырманы орындап шығамыз. Яғни Ормандардың кесіліп жатады, сол ормандардың кесілгенде, ағаштардың кесілуінен ауаға оттек жетіспейді. Сол үшін олардың қорғау жолдарының бірі көбірек ағаштар мен гүлдер және өсімдіктерді көбірек отырғызсақ ауаға таза оттектер пайда болып жеткізіледі. яғни жасыл ел бағдарламасын күшейтуге, яғни тағы тапсырма жеке жұмыс, яғни мәтіннен алынған дүниежүзілік мұхиттардың ластануы туралы ақпаратты пайдаланып, дұрыс бағанға сәйкестендіреміз. Кесте бойынша толтырамыз. Тапсырма мәтінді оқып, сол мәтін бойынша 5 сұрақ құрастырып келеміз. Енді, яғни біз бүгінгі сабақ бойынша барлығы түсінікті, мен ештеңе түсінбедім, менің сұрақтарым бар. Яғни осы бойынша әркім өзіңіз бағалаймыз, яғни баға береміз. Бүгінгі сабаққа келіп айлағыңыз береміз.